Сәлем достар, сіздермен бірге Гүлхан Мырзатайқызы. Бүгін өте дәмді әрі оңай дайындалатын сүзбелі чизкейк дайындаймыз. 72 немесе 82% бөлме температурасындағы сары майымызды алып, оның үстіне бір жұмыртқа араластырамыз. Массамыз біркелкі болғанша араластырып отырамыз. Оның үстіне қантымызды қосамыз. Барлығын араластырамыз. Ұнымызды алып, оның үстіне разрыхлитель тесто жарты шай қасық қосып араластырамыз. Оның үстіне ванилин саламыз. Дайын болған массамызға ұнымызды аз-аздап сала отырып араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ және де қолға жабыспайтын болуы қажет. Салмасына 2 жұмыртқамызды алып, оның үстіне қант қосамыз. 2 есе көтерілгенше қозғап отырамыз. Мінекей 2 есе көтерілді. Үш ас қасық қаймақ саламыз. Және де сүзгіштен өткізілген сүзбемізді араластырамыз. Бір келкі масса болғанша араластырып отырамыз. Ал енді 26 сантиметрде формамыз дайындаймыз. Оның астына пергамент қағазын төсейміз, жабысып қалмас үшін. Дайын болған қамырымызды жаямыз. Оның үстіне салмасын құямыз. Салмасының үстіне қалаған жеміс жидектеріңізді салсаңыздар да болады. Чизкейкті 180 градуста пешке 35 немесе 40 минутта пісіретін боламыз. Мінекей чизкейгіміз дайын болды. Дайын болған чизкейкті кішкене шетінен кесіп көрейік. Видеода көріп тұрғандарыңыздай чизкейк өте жұмсақ болды. Шаңшықмен бөлген кезде өте оңай бөлініп тұр. Рецепт сіздерге ұнайды деген үміттемін. Астарыңыз дәмді болсын.